Саламатсыздарбы балалар? Сабақташу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы. Мектеп ауласының саяхаты, Л дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта біз буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқуды үйренеміз. Және де берілген суреттер бойынша қойылған сұраққа жауап беруді үйренесіңдер. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Өткен сабақта біз қандай әріптермен таныстық? А әріпі, алма, ана. Алфавит бойынша қандай әріп өттік? А әріпі өттік, е? А әріпінде А әріпі дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Дауысты. Дауысты дыбыс, е? Дауысты дыбыс қандай түспен белгіленеді? Қызыл түспен белгіленеді, е? А әріпіне мысалдар келтірші. Ана, ата, апа, аяру, Аяру. абун. А әріпінен басталады, е? А әріпі қандай дыбыс екен? Дауысты. Дауысты дыбыс. Әріпі бізде қандай дыбыс? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Дауысты. Ол қандаймен жазылады? Қызылмен. Қызылмен жазылады, е? А әріпін айтқанда біздің ауа кедергіге ұшырап шыға ма, ұшырамай шыға ма? Ұшырамай шығады, е? Ауа кедергіге ұшырамайды. Еркін айтылады, е? Қан айтып көрейікші? А, е? А. Адан келетін әріптер айтайық, Адан келетін сөздер айтып шығайықшы, қан? Ана, анар. Жарайсың. Кейін? Кейін ара. Ара. Ағаш, е? Ата. Ата, Апа, е? Бұл жердің бәрінде не болып тұр? Дауысты болып тұр, е? Енді мына жерде, мына суретте қарайықшы. Мына суретте. Бұл суретте бала араның ұясын бұзып жатыр. Мына суретте оны қуып жатыр аралар. Бұнікі дұрыс емес. Дұрыс емес, е? Иә. Жарай. Жарайсыңдар балалар, енді Н әрпіне мысал келтіреміз. Н әріпі. Н әріпінен қандай сөздер келеді? Қайталайықшы. Нан, несібе, нар, анар. Анар дедің, е? Анар дегенде Н дыбысы қай жерде келіп тұр? Ортасында. Және қандай мысал келтіресің ортасында келетін Н дыбысына? Ана. Және? Анау, мұнау. Бола ма? Иә. Қандай болады Н әріпі анау, мұнау дегенде қай жерде келеді? Ортасында. Ал басында келетін сөздер қайталашы жаңалде қайталадық қой басында Н дыбысы. Қай сөздерге келеді? Қайталашы Н дыбысы. Жоқ, Н дыбысы басында келетін. Нар дедің, е? Н дыбысы басында келіп тұр, кейін? Тағы да. Қандай сөздер? Анар. Анар ортасында келеді ол. Иә. Иә, басында келетін несібе дедің ғой жаңалде. Кейін? Бізге ең керекті нәрсе не? Ең керекті? Нан, е? Иә. Өткен сабақта Н әріпімен таныс болдық, е? Иә. Н әріпі дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыс, е? Ол қандай түспен белгіленеді, дауыссыз дыбыс? Көкпен. Көкпен белгіленеді, е? Н әріпіне өткен. Мысалдар келтірші. Нан дегенде Н. Нұрбол. Нұрбол дегенде. Нұрсәуле. Нұрсәуле дегенде. Нұрасыл. Нұрасыл дегендегі Н әріпі, е? Н дауыссыз дыбыс. Е? Или дауысты дыбыс па? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыс, е? Және басқа қандай мысалдар келтіре аласың Н әріпіне? Не үшін деген сөзде Н әріпі бар ма? Не үшін? Иә. Бар, е?
Нан қоқмын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастелеп, тойға ярға тастаңдар. На әріпі, нан найзағай. Жарайсыңдар балалар, өткен сабаққа шолу жасадық. Рахмет. Енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Қане, кім табады? Апайна жұмбақтың жауабы ө әріпі. Балалар, бүгін мектеп ауласын саяхаттаймыз. Ол үшін суретке назар аударайық. Бұл мектеп ауласы. Оның айналасында ағаштар, гүлдер бар. Мектеп ауласында алаң бар. Алаңда балалар доп ойнап жүр. Алан шабуылшы болды. Алан аладопты қақпаға дәл соқты. Ойын соңына дейін қақпаға бірнеше рет доп соқты. Алан қақпаға қанша доп соқты? Осы сұрақтың жауабын оқулықтарының оқитын сөздерінің санына тең. Қанекей, санап көр. Сонымен санап көрдің бе? Тамаша, Алан қақпаға 7 рет доп соқты. Алан нағыз футболшы екен. Балалар, сендер қандай спорт түрін білесіңдер? Спортпен айналысуды әдетке айналдырған жөн. Спорт денсаулық кепілі екенін естен шығармайық. Экрандағы спортшыларға өз құралын табуға көмектес. Сонымен жауапты тексерейік. Аян футболшы, Сара теннисші, Әли хоккейші. Қандай спорт түрімен айналыссаң да, спорт денсаулығымыз үшін өте пайдалы. Балалар, суреттердің көмегімен Л әрпін табайық. Жауабымызды тексерейік. Лақ, көбелек, алма, қарлығаш, шелек, гүл. Балалар, сонымен Л дыбысы дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыстарды қандай түспен белгілейміз? Балалар, мына ән естерінде ме? Жұмыс дәптерлерімізді ашып, тапсырмаларды орындаймыз. Сау болыңыздар.